Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода өте дәмді әрі тез дайындалатын чизкейк дайындаймын. Ыдысқа бөлме температурасындағы сары май, қант салып, миксермен 1 минуттай араластырамыз. Бір жұмыртқа қосып миксермен араластырамыз. Ұн қосамыз. Қопсытқыш салып, миксермен кішкене біркенше араластырып аламыз. Кейін қолмен барлық ұнтақты біріктіріп, песочный қамыр аламыз. Ажыратылатын формаға орналастырамыз. Видеодағыдай алдымен қамырды жайып, шеттерін алып, жетпеген жерлеріне жалғап жіберсеңіздер болады. Не болмаса қамырды 2 бөлікке бөліп, қолмен формаға орналастырамыз. Песочный қамырды шетке қойып, ірімшік салмасына көшеміз. Ыдысқа ірімшік, қант, 2 ас қасық қаймақ, жұмыртқа қосып блендермен біркелкі массаға айналдырамыз. Массамызды формаға құйып, бетін тегістейміз. Қалауларыңыз бойынша бетіне құпынай, таңқурай салсаңыздар болады. 180 градуста 30-40 минут беті қызарғанша пеште пісіріп аламыз. Піскеннен кейін 2 сағаттай суытып аламыз. Басында ірімшікті массамыз бұлпылдап тұрады. Суығаннан кейін массамыз қатаяды. Ірімшікті торт чизкейкіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.